7-ші трек. Адамдарға асығу. Таң сібірлене жібек я әруағын айтып жолға шықты. Көктем лебі соққаннан сіре қар еріп, сай-саланы көпшілікке айналдырған. Бір соқса 3 күн немесе 7 күн олып тұратын арыстанды қарабастың желі қанша күн тұрған есінде жоқ. Көлшіктердің кенезесін кептіріп тастапты. Жер құрғақ. Жаз жайлау, қыс қыстау көшіп жүріп, елдің қалың қоныстанған жерін оймен жобалаған алғыр келіншек жібек алда 50 не 60 шақырым жол жүру керектігін іштей болжады. Осы кәдеге асадау деген керек жарағын арқалауға ыңғайлы қапшыққа және иыққа асынатын қоржынның бір басына тоғытты. Екінші басына азық ауқатын салды. Жолда ит құс кезігіп қалама деп, қайқы қылышты белбеуіне қыстырып тұрып, бұл ісім әбестік болар. Өзің дуанасың, кімге ақыл айтасының кері болмасын. Көлденен кезіккен қылышты қайыршы деп, келеме кетер деп бір тоқтады. Жолға жүк болмасын деп ауырласа да тоқыма киімдерін қабаттап киіп алған. Адал ақыға келген еді ғой деп Қытай шайы, Ташкент, Батсайы көрпелердің тысын астарынан айырып, жеңілдеткен түреді. Сол асыл маталарға қайқы қылышты қынымен орап тықты. Қажет кезінде суырып алуға оңтайлы етіп жасады. Ескі сүрлеумен тартып келеді. Көңіл түбінде бір қуаныш жасырынғандай. Өйтпегенде ше, 6 ай қыс қараңғыға қамалып, адам дидарын көруге зар болған жоқ па? Қанша дегенмен адамның аты адам ғой. Мақұлықтан артықшылығы тілдесуге, мұңыңды, сырыңды бөлісуге болатындығы. 20 шақырымдай жүріп өткенде алдынан тұма бұлақ кезікті. Арқаланған жүктерін бұлақ жағасына қойып, қоржынның тоқ басын ашып, тамақтанып, әл жинау керек деп шешті. Алдында байқамапты. Бұлақтың иесінде иіріліп қара шұбар жылан жатыр. Жүрегі шым ете қалды. Алла, бұл тағы қайғырың еді көрсетпеген деп дауыстап жіберді. Жылан айбат шегудің орнына жылыстап шегініп, жорғалаған бойы қыратқа шығып кетті. Бұл жылан күнәлі жылан болды деді жібек өзін өзі жұбатып. Үлкендер айтушы еді. Қараша түсіп күн суыта бастағанда жыландар індініне кіріп ұйықтауға көшеді. Ал адам шаққан жылан ініне симай тыста қалады. Қарақыстан аман шықса қайта адам баласын шақпайды деп. Соның рас болғаны ма деп өз-өзінен сұрап та қояды. Жібек діттеген жеріне 5 аралығында жетті. Қызылматаға Қызылотау деп жазылған киіз үйге қарай аяңдады. Бірен саран адам ғана кіріп шығып жүр. Бұған мән берер емес. Кездейсоқ бейтаныстан жөн сұрады. Артель құрып жатыр деп естіп ем, басшысы кім екен? Бүгін кешке жиын болады. Сол жерден көресіз іздеген адамыңызды деп сүлесоқ жауап берген бірі әрі қарай жүріп кетті. Ол уақыт алыс емес, осы арада күте тұрайын деп жайғасып қоржындағы дәммен жүрек жалғады. Кешке қарай адам қарасы көбейіп, осылай ағыла бастады. Ауданнан келген өкіл қатысады дей ме? Құлағы естігенін іштей қайталады. Мына біреудің әскери киім кигені болмаса, жүзі таныс сияқты. Киіз үйге тақай үстел қойылып, үстіне қызыл пүліш жабылды. Айбақ-сайбақ жазуы бар 2 қағаз киіз үй есігінің оңы мен солына ілінді. Сол маңда кіріп шығып жүрген жасөспірім қыздан мұнда не жазылған деп сұрады. Қыз жібекке барлай қарады да, лекбезде оқымадыңыз ба? Деп өзіне қарсы сұрақ қойды. Жер аясы шалғайда тұрғандығын, мына ортаға енді келіп қосылғандығын баяндаған жібекке, бар еңбегіңіз кеңеске делініпті. Басқа кімге болушы еді деп жібек ерін жыбырлатты. Екіншісінде бай кулактарға арамызда орын жоқ депті. Дәл солай жазып па? Иә, жібектің көңілі су сепкендей басылды. Заты адамды, адам баласын бір көруге, олардың бет жүзіне мейірлене қарауды қанша армандап еді. Енді сол адамдар мұны өз ортасына сыйғызбай, шынымен аластай ма? Не де болса маңдайына жазылғаны ел жиналып, өкілдер жиналыс ашқанда мәлім болады. Жібекке уақыт тоқтап қалғандай, күн ұясына қонбайтындай көрінді. Ұзамаяқ бұрынғы той-томалақ бас қосуда бастарына қарқарадай кимешек киген бәйбішелер мен күміс шолпылары сыңғыр қаққан бойжеткендердің орнына әйел қызы белгісіз, бастарына шаршылап тартқан орамалшалары бар әйелдер мен қоқырайған бөркін ауыстыра қоймаған еркек аты барлар осылай қарай құйыла бастады. Аяғында қырым етігі, тізеден ышқырға дейінгі бөлігі кең шалбар, басында шәпкісі бар жігіт ағасы орнынан көтеріліп, қалың қауымға: "Жолдастар,
колхоз мүшелері, ауылдарыңыз бірігіп колхоз құрылғалы да біраз уақыт өтті. Бір кісідей жұмыла еңбек етіп жатырсыздар. Қылышын сүйреткен қыз кетіп, жадыраған көктем келді. Мал төлдету маусымы басталды. Сақпаншылар сақпанға, егіншілер егін егуге бөлініп, бел жазбай еңбек етейік. Бар еңбегіміз советке, деп сөзін қысқа қайырды. Екінші мәселе, деп мысық мұртын бір сипап өтті. Орталарыңызға бір жас әйел келіп отыр. Соны колхозға мүше етіп қабылдаймыз ба, жоқ па, оны өздеріңіз шешесіздер. Ортаға шығып өзі баяндасын. Ол кім өзі? Қайдан келді? Өмірінен дерек берсін. Мұндайды күтпеген Жібек қоржын қапшығын сүйрелей ортаға шықты. Мен Шыбық белдің бер жағындағы Бәйдібектің жайлауынан келдім. Әкем аты Сейтім, ағам Батырша, күйеуім Көмек пен ұлым Қуаныш өткен жылдың қарашасында қазалы болды. 6 ай қараңғы қапаста қысылып отырып, енді жарыққа шықтым, елге қосылмақ болып. Ей, сен баяғы Сейтім байдың қызы, Батырша болыстың қарындасы емессің бе? Колхозға кіру үшін әуелі сол туыстарын қайда қашты? Соны айт, деп дегеннен алқымнан алды. Бұл байға да, кедейге де қызмет етіп жүрген 200-ді жуаспай еді. Бай кулактың ұрпағы керек емес деген айғай естілді. Алдыңа келсе атаңның құлын кеш деген, қабылдайық, деді Құдайдан үміті бар біреу. Сен неге кулактың қызын қолдайсың? Екеуіңді қосақтап түрмеге жабу керек. Бұлар жет атадан шіріген бай болып, жарлы Жақыбайларға тізесін батырып келген жуандар. Туыстар қашып кеткенде мен барғанмын. Қайда қашты дегенімде не шалы, не мынау тұрған әйелі дұрыс жауап бермеді. Бұлар жасырды. Әй, тәйтелі, деді даусынан танып қалған Жібек. Менің күйеуім мен баламды соңғы көрген сен екенсің. Одан да адам сияқты көңіл айтпаймысың? Ит пен құсқа көңіл айтуға менің мүмкіндігім жоқ. Жұрт гу етті. Ауданнан келген өкіл, тәке, тым асыра сілтемеңіз. Бәріміз де адам баласымыз. Уәкілдің сызданған сөзінен сасқалақтап қалған Тәйтелі өзін ақтап болмақ болып, мен өмір бақи осылардың есігінде құлдықта болдым. Білген соң айтамда, деп барып басылды. Уәкіл Жібекке не дейсің дегендей қалып танытты. Жібек ортаға шықты. Тастай болып өрілген қос бұрымы омырауына түсіп, басын тұқыртып бара жатқан соң, бір бұрымын арқасына қарай серпіп қалғанда, отырғандар шу ете қалды. Не болды деп арқасына қараса, әлі кете қоймаған Тәйтеліге тиіп, бетін осып кетіпті. Лезде қан жуып кеткен бетін басып, ортадан шеттей берген Тәйтеліге қарап, «Ей, сонша уақыт аш-жалаңаш жүрсең, осы дәрежеге жетер ме? Құл кекшіл болады деген сөз рас екен. Ау, жерлестер, бәріміз адам баласымыз. Кеше басқа, бүгін басқа өмір, ертең тағы басқа болады. Ертеңін болжаған ешкім жоқ. Бір Құдайдан басқа. Араларыңа сыймасам, жабыңдар түрмелеріңе. Не асыңдар? Туыстарымның қайда кеткенін білсем, іздемес педім соңынан. Қумас педім. Онсыз да тағдырдың талқысын көрген бұл басым аман болса, бай болған үшін күнәлі болған ағайынымның күнәсін еңбекпен жуайын деп келіп ем. Жанымды аямайын деп едім. Ойбай, мына қатын қолымыз әрең жеткен Совет өкіметі өзгеріп, ертең басқа болады деп әлі де өткен өмірін аңсап, сұңқылдап тұр ғой. Мына қоржыннан басы қылтиып көрініп тұрған қылышымен бізді шаппаққа келіп тұрма, деп долданған кексе әйел аттап-пұттап келіп маталарға оралған қылышты суырып алды. Бұл Тәйтелінің анасы Сәнді қыз еді. Жібек бірден таныды. Құрт қайнатса жартысын қазандағы піскен астың берекетін кетіріп, үйіне таситын. Қызметшілердің арасында көзге түрткі болған, қолының суығы бар берекесіз жан еді. Енді оған сөз тиген соң не сорым? Жібек ойға кетіп қалды. Бұл суық қаруға жатады, деді сызданған уәкіл. Суық қаруды тасып жүргеніңіз үшін де статья бар. Онда ана Тәйтеліге беріңіз. Сұрап алып кеткен күміс ертұрманның жанына іліп қойсын. Арадағы айтыс-тартыс біразға созылды. Жақтап сөйлеушілерден даттап сөйлеушілер көбейіп тұр. Елдің көзінен бағамдағаны, мұны ақтап алғысы келгендер өз жанынан қорқып тұр. Ара-тұра жаулықта елдердің ішінен көз жасын сүртпекке орамалының ұшын көзіне жиі апаруынан байқалады.
Қысқасы, деді жиылысты қорытуға бекінген уәкіл, әйел баласын түрмеге жаппай-ақ қояйық. Бірақ бір сөтке ішінде ауылдан кетер болсын, өйткені біздің де үстімізден қарайтындар бар. Жұрт етек жеңін қағып, орындарынан тұрып тарай бастады. Аз уақыттан соң қарабасы шошайып, Жібек жалғыз қалды. О, Алла, өзің есіркей көр. Жалғыздың жары бір Құдай. Жібек, деп күрсінгенде аузынан жалын атқандай болды. Осы кез жанына жылыстап келген бір келіншек оның қолтығынан демеп тұрғызды. Жеңеше, үйге жүріңіз. Осы арадан алыс емес, анау шеткі лашық. Қандай қайғы да тәлтіректете алмаған Жібек орнынан әзер көтерілді. Қоржынын иығына салып алған келіншектің соңынан қапшығын сүйрете ілесті. Түн болмады. Екі мұңлықтың әңгімесі бітпеді. Келіншектің есімі Зүбәржат. Оның басынан кешкені Жібектің басынан кешкенінен кем болмады. Тек ел ішінде отырғаны болмаса. Жау жағадан алғанда бөрі етектен алады деген рас боп шықты. Алақандай ауылды біресе ақтар шауып, біресе қызылдар шауып, елдің берекесі кетіп жатқан кезең. Таразының біресе мына табағы, біресе ана табағы ауыр тартып, ел әуре сарсаңға түсті. Онсыз да сауатсыз елдің мінезі өзгерді, үркек болды. Адамның адамға деген сенім азайды. Оның рас. Бүгін көз көрді ғой, деді Жібек әңгімеге шоқтастап. Біраз байлар қолымыздағы барымызды алды. Енді өзімізге тиіспейтін шығар деп сеніп қалмады ма? Кәпірлер мұндай кекшіл болар ма? Барын сыпырып алып, өздерін жер аударды. Онда да сонау Сібірге айдамақшы болды ғой. Өзгелер төзер-ау, оңтүстіктің адамы төзер ме сірә? Ол жақта жаз болмайды. Жылдың 4 мезгілі де қақаған боран дейді. Өздігінен өлсін, біздің қолымыз таза деп құтылғылары келгені де. Өз ойын ортаға қыстырып қалған Жібек әңгімеңді жалғастыра бер дегенде Зүбәржатқа иегін қақты. Несін айтасың, жеңеше? Сәбіттің орнағанына да 10 жылдан асты ғой. Жұрт әлі де бейімделе алмай жатыр. Өзіміз әрі-сәрі күйде жүргенімізде ауылды босқындар басты. Алба-жұлба дуаналардың шұбыртқан балалары да болды. Үлкендердің айтуына қарағанда присяндар. Оларды жұрт қызылбас дейді екен. Жол жөнекей қыз балаларын бір қапшық ұнға немесе бидайға, әйтеуір тамақтан өтетіннің бәріне айырбас жасайтын көрінеді. Иә, деп Зүбәржаттың әңгімесін бөлді Жібек. Біз де бір қызын алғанбыз. Әлі кәмелетке тола қоймаған қыз бала бір аяғынан ақсап басатын ауру екен. Алып қалыңдар, бір дорба бидай берсең жетеді деп жалынып қоймаған соң, үй тірлігіне көмектесер, оның үстіне аяғынан мүгедек екен. Сірә мыналардың жол жүруіне кедергі келтіріп жүрген болар деп қалдырғанбыз. Олардікі де әйтеуір тірі қалса болды дегендік-ау. Қайтсын байқұстар. Жібектің көңілі босап көзіне жас алды. Айтпаңыз, жеңеше, көрерімді сол қайыршылардан көрдім. Жібек келіншектің бетіне аңырая қарады. Арыстандай көкжал итіміз болатын. Ауыл арасында бос жүретін. Ешкімді қаппаушы еді. Әлем-жәлем алба-жұлба болған қайыршылар есігіміздің алдына таяп қалған байқамай қалыппыз. Әлгілердің алдында келе жатқан 11-12-лердегі қызын бас салып талап тастайды. Ажалына көрінген болар. Қыз көп ұзамай қайтыс болды. Қол қусырып кешірім сұрап жатырмыз. Жылы жұмсағымызды аузына тосып дегендей. Қаракөл елтірінің жұрнағын басына ілген, Атақорас секілді киген еркегі сөз түсінер емес. Әлгіден кейін байлап қойған итті жерде жатқан бақанмен қақ тұмсықтан бір ұрып, серейтті де тастады. Онымен қоймай қанға қан, жанға жан деп суырдай шақылдаған қайтерсің. Жиналған ағайын үндемеңдер, ашу үстінде не айтылмайды деп бізге басу айтты. Момын емеспіз бе? Біреудің әжептәуір қызын өлтіріп алдық-ау деп, Құран оқытып, ас суын берейік деп, анағырдың астындағы тумалардан берсе, тоқты торыма келейік деп жолға шықтық. Қазіргі таңда ағайынның да арасы теңгеге таңылды. Үйде іліп алар заттан бір кезде ел билеген ақ патшаның дәргейінде ықыласқа бөленген жамағайыннан Майлыбай атамыз Петерборға барғанда әкелген ақ самауыр бар еді. Мені тұрмысқа бергенде жасауымның алды болып келген. Соны мал сұрай бара жатқан соң, сол үйге тарту ретінде апармақ болып шешкенбіз. Күйеуім алда ақ самауыр, мен соңында, енді қаз-қаз басқан сәбиімді арқама таңып алғам.
Өрге қарай тырмысып шығып келеміз. Кенет жоным жып-жылы болып кетті. Балам жіберіп қойды ма деп арқама бұрылсам, әрі қарай айта алмай еңіреп жібергенде сасқалақтаған жібек келіншекті қалай жұбатарын білмей дал болды. Желкеден шапқан баламның басы кеңірдегіне ілініп бұлғаң етеді. Тұла бойыма жып-жылы боп жайылған баланың қаны екен. Ойбай салдым. Алда кетіп бара жатқан күйеуім оқыс үннен жалт бұрылды да қолындағы самауырмен төмен қарай құлдырады. Төмен қарай қашып бара жатқан баяғы қайыршыны көрдік. Қолында қанжары. Тоқта дегеніме қарамай жақындай бере басына самауырды періп жіберген күйеуім екеуі ұмар-жұмар төмен қарай домалап бара жатыр. Алпамсадай күйеуімнің астында қаларын білгендей, әлгі жансыз қанжарын тігінен ұстап жығылған. Күйеуім әлгіні әлеуеті қолымен қос алқымынан қысып буындырып жатыр. Ол сылқ жығылғанда кеуде тұсынан қадалған қанжар күйеуімнің арқасынан шықты. Салмағы ауыр болғандығынан ба, өз салмағымен қанжарға құлады ма, ол арасын біле алмадым. Ауылдан алшақтап шығып кеткен екенбіз. Зарлап жылаған үнім естілмеді-ау. Тым болмаса ит үрер еді ғой. Баланы белбеуіме орап алып, ауылға азынап кірдім. Көрші қолаң, ағайын туыс лезде хабардар болып жиналып қалды. Еркектер жағы мен нұсқаған жаққа қарай кетті. Қатын қалаштың қолынан келері боздап жылау ғана. Қатарымды көбейтіп. Күйеуімнің өлі денесін кезектесіп көтеріп әкелгендер мүрдені оң жаққа жайғастырды. Бәленің қайдан келгенін түсінген қарулы жігіттер ауылдың шетіне тігілген күрекке қарай лап қойысты. Жанға жан деді ме, біз де бірін қалдырмай қырамыз. Жылап сықтаумен болып жатқан ауыл адамдарының ешбірі қойыңдар деп жігіттерді тоқтатпады. Көзіме көрінсе өзім-ақ, өз қаншарымен бәрін бауыздап тастар едім. Зүбәржат оқиға дәл қазір болғандай, тістерін сықырлатып жұдырығын түйді. Жібек оны түсінді. Жат қолынан қаза тапқан баласы үшін ана әр нәрсеге дайын екендігін біледі. Жүзінен қайғы табы кете қоймаған жас келіншектің мұншама ауыр зардапты басынан кешкендігін жұрт тарап кеткен кезде қайырылып келіп, жетім көңілін жұбатқан мықтылығына теңдес жоқ қой деп ойлады Жібек. Бір күнде 2 мәйіт шықты ғой бұл үйден. Содан бері жападан жалғызбын. Бұған көп өтті ме? Жылдан асты. Жігіттер әлгінің күркесін тауып па? Жоқ, ізі де жоқ. Жылан жалағандай. Адамдардың айтуына қарағанда, ол балаларын ауылдан жырақтау, басқа ауылға жөнелткен, немесе өзі барып орнықтырып, баланы өлтіруге үлкен дайындықпен келген. Яғни торуылдап жүрген. Сонда бұл қандай халық болды? Айтқаннан қайтпайтын, отбасы үшін өзін құрбандыққа шалатын деп ойлаймын оңашада. Қайдан білейін? Өз елінде не істеп не қойғанын. Ол жақта да қылмыс жасап қашып жүрген біреу болар. Басқа жер құрғандай біздің ауылға қай бойымды жиын деп келдеген. Шырағым, не дерің бар? Қазақтың кең жүректілігін байқаған сұм ғой. Қазақ бірін-бірі қарауылға алғаны болмаса, өзгеге келгенде үні шықпай қалады ғой. Шет жағасын өзің бүгін байқаған шығарсың. Иә, жеңеше, бірақ көпке топырақ шаша алмассың. Енді өзіңіздің не істемек ойыңыз бар? Не істеуші едім? Мен де босқынмын. Құдайдың таңы ата тәуекелге бел буып, Ташкент жақты бетке алып, қарамды батырам бұл елден. Сұрай-сұрай Меккеге де жетеді дейтін бұрынғылар. Мүмкін таныс біліс табылып қалар деді, өз ойына өзі сеніңкіремей. Басқа амал жоқ. Жеңеше, мен де серік етіп ала кетесіз бе? Бұл ауылда іздеп сұрар қимасым да жоқ. Оның үстіне мына лашық өткен өмірімді басымнан кешкенімнің бәрін есіме түсіре береді. Дала кең ғой, қатар жүретін жол табылар. Өзі інге сыймай жүріп, құйрығына қасқақ байладының кері келмей ме? Оның үстіне ел ішінде отырсың. Осы елді көруге, адамдарын көруге асыққан сорлы басым осылай боларын біліппін бе, деді Жібек, даусы қарлығыңқырап. Сағынған еліңіздің әуселесін көрдіңіз ғой. Баспақ түгілі бас қайғы, өз бетінше дәнемес дей алмайды. Жол көрсететін білгіштері баяғы жалшы жақыбайлар. Олардың қолынан келері ауданнан келген өкілдердің жандай шабы болу ғана. Мен қимайтын не қалды? Өзің біл, деді Жібек. Нақты солай шешсең жүруге дайындал. Күн көтеріліп кетпей жолға шығайық.
Орнынан тұрған Зүбәржат тездетіп, кепетамның әр бұрышынан киім-кешегін, талқан тарысын бір дорбаға жинастыра бастады. Ауған көш мәреге жақындады. Алла тағаланың кең даланы ойлы қырлы, жоталы сайлы етіп жаратқаны мұнша жақсы болар ма? Қыры төбеге шығып, айналаны шолуға, ойы жат көзінен жасырынуға септігі тиіп жатты. Темір құдықтан жан шақырып, азды көпті аялдап алған көш тағы да алға қарай жылжыды. Жол мақсаты жету, діттеген жерге су жыландай сырғып, оңай жете салмайтыны тағы да аян. Талай жерге кідіріп, алғашында арыстандай ақырған кеденшілердің аз өтпей құйрығын бұтына қысқан мысықтай, монтаны күйге түсіп, түйе көрдің бе, жоқ, бие көрдің бе, жоқ боп, шайлаларына қарай жөнеп бара жатқандарын көрді бұл көш. Алған байиды, берген ұтады. Әр ұсталған сайын Гүлзираның үстіндегі белдемше жеңсіздің бір қалтасы сетінейді. Жеңсіз жеңілдей түседі. Оны ғып жатқан қыз жоқ, осы жеңсізді кимесем дейді. Өлерде жек көреді. Бірақ кішкентай қызбен санасып жатқан ешкім жоқ. Ки дейді, киеді. Кимеймін деп қиғылықты салса, көштен қалдырып кетеміз деп қорқытады. Бала да болса айдалада жападан жалғыз қалып кетудің қиын екендігін сезеді. Жұмбақ кеудешенің қаншалықты маңызды екендігін ойлаған да жоқ. Ойланған күнде өресі жетпес еді. Үлкендерге көз қаман болып жүрген ұғынғанда емес, ұғынбайды да. Тамыз айында бағыт алған көш қыркүйектің соңында, яғни 2 ай дегенде Тәшкеннің іргесіне келіп құлады. Суы тұнып мөлдіреп ағып жатқан Келес өзенінің бойындағы қалың ағашты жалпақ жағалаулы арнаға келгенде, үлкендер жағы түйедегі жүкті түсіруге, осы жерде аяқ созып демалуға болатындығын айтқанда, ел ессіз қуанды. Әйелдер жағы жағалауда жатқан жалпақ тастардан ошақ қалап, бақырашқа ет салып қайнатуға кірісті. Күйелеш қара шәйнекте отқа қойылды. Түйе мен жылқы Келестің мөлдір суына ашқарақтана бас қойды. Күннің салқындап қалғанына қарамастан балалар мен жастар жағы суға гүмп сүңгіп жуынып жатты. Аз уақыт болса да ел баяғы мамыражай уақытқа оралғандай, көңілдері тыншығандай болды. Нұрымбет ақсақал пысықтау 2 жігітті сыбай салтан көктерекке тіл алып келуге жұмсады. Жаңалықты түгел жеткізесіңдер. Көздерің қырағы, көңілдерің жүйрік болсын. Адамдардың бет жүзін, ауанын аңғарыңдар. Қайткен күнде сауытбайды табатын болыңдар деп пысықтап жатты. Біз осы арада түнейтін боламыз. Отын мұнда молынан екен. Қураған қу бұтақтарды былай қойғанда, су тасығанда қалып қойған көлшікте өсіп тұрған нар қамыстың жуандығы баланың білегінде десе боларлық. Үпелегінің өзі бір бау бидайды елестетеді. Басынан ұстап есең әбден пісіп тұрған қамыс борт етіп сынады. Кезінде бұл араны жолбарыстар мекен еткен. Талай жылғы нар қамыстар. Балалар жағы ши қамысты сындырып алып, сыбызғы жасаумен әлек. Көптен аяқ созып, арқаны кеңге салып көрмеген, қатаған көште ерекше леп бар. Әйелдер жағы да көңілді. Бүйендегі сары майға шыланған талқан, кесек-кесек құрт, мәйсөк, етпен бірге дастарханда төгіліп жатыр. Ерін күйдіріп ыстық шайды сораптап ішпегелі қайсаман. Ақсақал Нұрымбет те, Көлбай мен Батырша да жеңістің төбесі көрініп қалғандай, бір іс тындырғандай жамбастай жатып дастарханға қол созады. Сулы жер, нулы жер деген Асан Қайғы бабамыздың ізі қалған жер ғой бұл, деді. Нұрымбет ақсақал бір арманы орындалғандай. 2 келес бір талас жасыл нуыңмен, мөлдіреп аққан суыңмен атыма өңгеріп алып кететін жер екен, әттең депті. Сүйсінгендіктен Асан Қайғы. Ертең жер емшегін еметін ұрпағыма таптырмас жер жәннаты болайын деп тұр екен. Торғай паналайтын бұтасы жоқ, арылдаған арыстанды Қарабастың өтінде өскен, сол жерді Мысыр шәрі санайтын естиярларға мына жер қуыршақ табиғат болып көрінді. Мал жайылатын өрісі қандай екен деп қалды малсақ әйелдердің бірі. Қазақтың жерінің тары бар ма? Өрісі де, өнісі де мол болу керек. Іргесінде базары. Ол базарда адам жанынан басқаның бәрі сатылады, деді Нұрымбет ақсақал. Жас кезінде Момбекпен бірге кіре тартып, талай келген жер ғой бұл. Базар деген қандай болады екен деп сұрады. Оразкүл назарын әрі қайнысы, әрі күйеуі Батыршаға аударып. Базар ығы-жығы адамға толы. Бір кірсең қайта шыға алмайсың. Бала кезінде әкесімен келгенін мақтан еткен Батырша көп білетін адамша көпсін кіреді. Ойбай, онда базары өзіне, онда не бар маған деп шошынды әйелі. Одан да базар көрмей өткеніміздің өзі ақ артық.
бейне біреу тап қазір Оразгүлді базарға бастап барып кіргізіп жіберердей. Біз мұнда ақар шақар болып отырмыз. Елде қалған Жібек апамның жағдайы қалай екен, деді Оразгүлдің ортаншы қызы Шәркүл. Онсыз да жүрегінің түкпірінде маза бермей, шаншудай қадалып тұратын жараның аузын тырнап жібергендей болды Шәркүлдің мына сөзі. Айналайын мейірбаным-ай, бауырмалым-ай, жаутаңдап біз кеткен жақтан көзін айырмай жүрау. Қанамнан шыққан бесеудің төртеуің жанымдасың. Бірақ Жібегімнің жөні бөлек еді-ау деп даланы басына көтеріп аңырап жылаған Оразгүлді қайтып жұбатарын білмей, келіншектер жағы сыпсыңдап көз жасына ерік берді. Анасының бар көңілі Жібегіне ауып кеткеніне балалық қызғаныш оянды ма, жоқ әлде көз жасын тыйсын деді ме, тыныш отыра алмайтын Шәркүл жалғыз жүріп жол тапқанша көппен жүріп адас деген оған кім қалсын депті, деді бүйректен сирақ шығарып. Әй балам-ай, келте ойлайсың-ау. Өмірдің қиындығын, тағдырдың теперішін көрмеген соң солай дейсің де. Сүйген жарың жаныңда, анаң, бауырларың алдыңда болған соң сен оны қайдан түсінерсің? Жібек жаным қалайын деп қалды ма? Аталардың ақ батасын ақтаған, адамгершіліктің ақ туын құшақтай құлайтын құлыным, ақ некені бұзбайын деп өлмелі шалдың қасы қабағын бағуға қалды емес пе? Ақ пен қара түсті әрең ажырататын, табан жолын түртінектеп табатын көмек байқұс тірі ме екен десең әуел. Қасындағы құлыншағы қуанышы ғана Жібек жанымның да біздің де көңілімізге медеу емес пе деп көз жасын бет орамалмен сүрткен Оразгүл әлі де жақсы үміттен дәмеледі. Ерте сәскеде оралған жігіттер жақсы хабармен жетті. Керек адамның бәрін таптық. Кемел мен Медет, Момбек ақсақал ұлымен Көктеректің маңында бізді күтіп, жылқыларын жайып жүрген жайы бар. Сауытбай ақсақал Шыршық жақтан түп нағашымызды тауып, жағдайды егжей-тегжейлі түсіндіріпті. Ол кісі әжептәуір қызметте көрінеді. 30 үйді орнықтырушыға шамам жетеді депті. Ақсақал бізге тез барып хабарлаңдар, көштің басын бермен бұрыңдар деп тапсырма берді. Жақсы хабар жаңа леп әкелгендей болды. Шөккен түйелерге жүк арту да, оттап тұрған жылқылардың тұсауын шешіп ерттеу, қазан ошақты, басқа да әбзелдерді жинау әп сәтте болды. Көш Тәшкен маңындағы Көктерекке бет алды. Ымырт қараңғылығы үйірілмей келіп жеткен көшті алаңқайда бір топ адам күтіп алды. Түп нағашы ет жеңді, еңселі келген маңғаздау кісі екен. Тіркемесі бар жүк машинасы анадайда қаңтарулы тұр. Амандық саулық сұрасқан соң ұрыста тұрыш жоқ дегендей жүк машинасының қорабына балашаға қатын-қалаш отырып, екіншісіне асай-мүсей артық заттар салынды. Қара үйлердің әбзел жабдықтары түйелермен жаяу жүріспен жететін болды. Бұл да жөнін тапқан, реті келген іс болды деп түп нағашы ел ұйқыға бас қойған сәтте ың-шыңсыз жетіп алатын болдық. Жүңі жеңілдеген қызыл нарлар аттылы жол бастаушының соңынан майда желіске салып, ілесіп кете берді. Тағдырымыз әлде қалай болады деп жүрексінген, азап жұтқан бір қауым ел тәуекелдің тізгінін ұстап көздеген межеге жетіп жығылды. Бірақ үйлердің алдына тігілген қара үйлер таң алдында ағараңдап елге ел қосылғанының айғағындай жергілікті тұрғындардың қызығушылығын оятқан жұмбақ көрініс болып қалды.